Ермек Тұрсынов. Қазақ уақытты бағаламайды деген түсінік бар. Тәулікте неше сағат барына бас қатырмайды екен-мыс. Сағатты сән үшін ғана тағып, уақыт ақша дегеннің мәнісіне бара бермейді. Адамдар да сөйлей береді екен-ау, ақша деген ақша, уақыт деген уақыт емес пе? Шайға сүт қосқанды, сорпаға ет қосқанды ұғуға болар. Ал уақытқа ақша шылағандары жараспайды енді. Мұндағы гәп нағыз қазақтың уақыты мәңгілік, шексіздік деп қабылдайтындығында. Оның түсінігінде уақыт деген шыр айналған аласапыран дүние. Ол аласапыранды кім тоқтатып, мәңгілікпен келіссөз жүргізе алады. Сондықтан қазақ еш уақытта уақытында келмейді. Өміріне қатысы бар аса маңызды шаруа болса да асықпайды. Себебі өз өлшемі бар. Ол келеді, шүбаланбаңыз. Міндетті түрде келеді. Тек 2-3 сағатқа кешігеді. Әлбетте, сол белгіленген күні. Қазақтардың тойға қалай баратынын айтпай-ақ қояйын. Бұл мүлдем бөлек ұзақ әңгіме. Риторикалық тақырып. Бізде шақырылған жерге дәл уақытында жетіп бару әбестік саналады. Бірінші келіп алғандары қысылып, өздерін ыңғайсыз сезініп жүреді. Кінәлі адамдай қипақтайды. Заң бұзған адам секілді. Қазақ емес, немістей болып. Түк көрмегендей. Бір замандарда қазақ пен уақыттың қарым-қатынасы жап-жақсы еді. Бәрі кестемен белгіленгендей мерзімде атқарылатын. Тек сол кестенің өзі шамамен жасалған еді. Тұспалмен. Сонда да өте керемет ойластырылған. Қараңыз, қашықтықты алайық, километр. Ол сол аралықты өту үшін жасалған қимыл әрекетпен есептелетін. Яғни, жүрген кездегі адымды есептейді. Қазақтың жаяу жүруі де сирек қой. Немесе айқайлап шақыруға болатынына қарай шақырым дейді. Содан берде 1 километр 1 шақырым болып келеді ғой. Сіңіп кетті. 2 километр 2 шақырым. Иттің үргені, аттың кісінегені, бөрінің ұлығаны жетер жерден дегенде есептеуде бар. Бұған 2-ның 1-ның басы жете бермес. Қол созым жер болса қазекең, сідік шаптырым жердей салады. Ұятлау естілер, бірақ суреттеуді айтсаңшы. Оқ атар жер, тас атым түс дегендей де бар. Тым алыс жерді де осылай пайымдаған. Мысалы, атпен өтіп жүрген күндік жер, керуен апта бойы ілбіп басып өткен жол, немесе көш жер. Уақытты процесс арқылы бағалау да бар. Ешкім сағат тағып жүрмейтін болғандықтан осындай қулыққа барған. Мысалы, сүт қайнатын уақыт дегеніміз шамамен 7-10 минут. Я болмаса 2,5-3 сағат аңдататын ет қайнатым уақыт. Қазекең көлеңкеге қарап та уақытты есептей берген. Бәрі шамамен есептеліп, пайымдалып отырған. Қайда асықсын? Алқын-жұлқын аптығып жүрудің қажеті қанша? Меніңше, өмірлік философия тұрғысындағы өте парасатты пайым. Осы философия сүйегімізге сіңіп қалып қойған. Бүгінгі қазақта қанша жерден асқан іскер, заманнан озған болса да, мен сізді 4:35-те офисімде күтемін демейді. Ол бүгін ертең әбзәтіліне кездесеміз дейді. Сосын сағат сол 5-6-ларда деп қосып қояды. Кешке таман. Өліп кетсем де соған дейін үлгіремін дейді. Бұлай қарасаңыз, келіскен секілді. Бұлай қарасаңыз, уақыты мен орны түсініксіз. Егер үй салып жатқан қазақтан қашан бітеді деп сұрасаң, 2-3 жылдың ішінде бітетін шығармыз деп жауап қайтарады. Бұл сөйлемді бәр жағдайға байланысты ғой. Материал қымбаттап кете ме, құрылысшы табыла ма, қолы жеңіл өзбектер жолыға қойса жақсы. Табылмаса, өзіңнің арса-арсаң шығады. Қиын ғой. Сондықтан анау деп тура айтуға болмас. 2-3 жыл деп тұспалдаймын, үлгіруім керек, деп түсіну керек. Сосын қазекең бұйырса деп қосып қояды. Алланың құдіретіне шек бар ма?
Бұны қазақ сөйлескісі келмей тұр, жауап қатуға ерініп кісі боп тұр деп қабылдамау керек. Олай емес. Ол мына әлемге шексіздік деген пәлсапамен қарайды. Жауап да соған сәйкес. Сондықтан ешқашан тура жауап бермейді. Минут санаған америкалықты қазақ ешқашан түсінбейді. Әр секундты санаған немісті де. Бұл дөрекілігі де, алаңғасырлығы да емес. Ол жай ғана дәл уақытын айтуды қаламайды. Уақыт деген судай аққан, құмдай сусыған дүние ғой. Сол ұстанымнан барып, адам жасын ай, күн, жылмен есептемей, мүшелмен санау шыққан. Бұл бір ғасырдың 12 жылы. Қазақтар ешқашан сұрақты жасың нешеде деп төтесінен қоймаған. Қай жылы тудың дейді. Бұл дәл өмірге келген күніңді, айыңды тұспалдап жатпай, мүшелмен қайырғанда қай шамада екеніңді білсе болғаны. Адам мүшелі 13, 24, 36, 48, 60 жас болып кете береді. Одан арғысын есептемейді. Қай жылы тудың дегеннің өзіне Қазекең тура жауап бермейді. Мистер Смит, мен 1799 жылы 20 шілдеде тудым дер. Ал Ганс фон Детрих Штеленгауэр оны таңғы 36-да деп толықтырар. Нағыз қазақ ешқашан жауапқа асықпайды. Мен ақсақ бесеннің биесі құдыққа құлаған жылы туғанмын дегенді ауыз толтырып айта салуы мүмкін. Адамның өмірге келгенін биенің арам қатқаны маңызды екен деп ойламаңыз. Қазақтар бұндай оқиғаларды уақытты екшеп отыру үшін жадда ұстаған. Ақсақ бесен мен оның биесі ұмытылса да, әлгі жыл қазақтың есінде қалады. Мал жасын санауда шамалап жүргізіледі. Қойды алайық. Жас төлді қозы дейді. Одан ары марқа, бағлан, тоқты болып кете береді. 2 жасар құнан қой, 3 жастағы дөнен, піштірілгені азбан, отарға түсетін нағыз еркегі қошқар. Қазақтың қойы ешқашан кәріліктен өлмейтінін баяғыда бір айтып едім. Оған жеткізбейтіні түсінікті ғой. Сондықтан қай жаста екенін шамалап қана отырады. Қартайып алса, етті қатты болып кетеді. Жылқы да солай. 6 айға дейін құлын, одан кейін жабы, жасқа толғаны тай. 2 жасқа дейін емгені арда емген, 2 жастан асқаны құнан, ұрғашысы құнажын, 3-тен асқан әлі үйірге түспегені дөнен, ұрғашысы дөнежін, 5-тегісі бесті және байтал, пішпесі ат, дара жайылғаны саяқ, жүйрік жылқы сәйгүлік, тайпалағаны жорға. Топтың алдына бермес тұлпар, оның жасы нешеде екені маңызды емес, тұяғы тозбаса болғаны. Қазақ жылқыдан соң келіншегін қатты жақсы көретінін жоғарыда айтып едім. Әйелдің жасын айғайлап айту әбестік болса да, білге жүргеніңіз артығы жоқ. Аздап қозғайын. Әйел затын былай бөледі. Қыз бала 7 жасқа дейін, қыз 7-ден 12-ке дейін, бой жеткен 13 жастан тұрмысқа шыққанға дейін, тұрмысқа шыққаннан кейін келіншек болады. 30 бен 50-дің арасын сары қарын дейді. Бұлай қарағанда аса жағымды сөз емес, бірақ бірнеше мәрте босанған, көргенімен түйгені көп әйелді қазақ осылай атайды. 50 жастан ары әже, бәйбіше. Әйелдердің жасын қалай білген? Сұрауға болмайды, ұят. Қазақ мұның да шешімін тапқан. Әйелдің қай шамада екенін киімінен, таққан әшекейінен білуге болады. Жас келіншек жүзік сақинаны көп таққан. Киімінде қызыл түс басым болған. Кекселеген сайын ондай көзге ұратын түстен қашып, аса жарық-жұрқ киінбеген. Жылтырақ бұйымдарда қайын сіңілі келіндерге сыйланып азаяды. Мұраға, өздерінде баяғыда әже шешелері таққан сақиналар ғана қалады. Оның үстіне зергерлік бұйым болу керек. Ол әйелді жамандықтан сақтайды. Барлық өңірде кимешектердің түсі бірдей ақ, тек пішіні әрқалай болып келеді. Еркектердікі қарапайым келеді. 12 жаста мүшелге кереді. Осыған дейін балалық шақ. Алғашқы мүшелдің ішінде еркекті ұл бала дейді. Екінші кезең боз бала.
Бұл 17-18 жасқа дейін жалғасады. Одан кейін жігіт болады. Ал 24-тен 36 жасқа дейін жігіт ағасы дейді. Сондықтан қазақ пен уақыттың арасы өте күрделі. Бір-біріне байланып тұрған жоқ. Кейде біріне бірі үйлеспейтіндей көрінеді. Алдағы жоспарды да тұспалдап құратынымыз осының бір дәлелі. Мысалы, жақында әлемдегі озық 30 елдің қатарына кіреміз дейміз. Біз орын мен уақытты дөп атамағанымызға назар аударыңыздар. 29-шы, 28-ші боламыз деп нақ айтпаймыз. Әйтеуір 30-дыққа ілінсек болғаны. Шамамен бұл арманға 2050 жылы жетіп қалармыз. Мүмкін 2030-да. Ең бастысы тұспалдап, көздеп қойдық. Жетеміз, боламыз. Соңы оқыған Динара Мейрамқызы. Арнамның дамуына қолдау көрсетіп, лүпіл басып, пікір қалдырып, тіркеле кетулеріңізді сұраймын. Сондай-ақ алдын ала өзімнің ризашылығымды білдіремін.